Қайырлы күн, құрметті парақшамыздың оқырмандары. Елімізде маусым айының 3-ші жексенбісі медицина саласы қызметкерлерінің күні деп белгіленген. Денсаулығымыз сыр беріп, жанымыз қысылғанда, әрдайым көмек қолын созуға дайын тұратын дәрігерлерді дәріптеуіміз керек. Осы мақсатта аудандық аурухананың аға медбикесі Жұмахожаева Тазагүл Сексенбай қызымен сұхбат өткізгелі отырмыз. Сәлеметсіздер ме, қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Менің аты жөнім Жұмахожаева Тазагүл Сексенбай қызы. Қазіргі уақытта Көкпейінді аудандық аурухананың аға медбикесі болып қызмет атқарамын. Жақсы, рахмет. Бірақ бұл мамандыққа қалай келдіңіз? Өзіңіздің бала кезгі арманыңыз болды ма, әлде өзге біреудің ықпалымен келдіңіз бе? Бұл мамандыққа мен өзім бала кезімнен арманым болды. Бала кезімде көптеген дәрігерлер туралы кино көріп, соған еліктеп, сол осы қызметті осылай атқарсам деп армандарым, сол арманыма жетіп, қазіргі таңда осы медицина саласында еңбек етіп жатырмын. Қанша жыл қызмет атқарып келесіз осы салада? Осы салада 40 жыл қызмет атқарып келемін. Ең алғашқы жұмысымды аудандық орталық ауруханасының балалар бөлімшесінде еңбек еттім. Жұмысқа шығуыма байланысты қазіргі таңда Жұмажанов ауылдық округінде 30 жыл фельдшерлік акушерлік бөлімінің меңгерушісі болдым және фельдшерлік қызмет атқардым. Одан кейін осы кейінгі 2015 жылдан бастап Көкпейінді аудандық аурухананың аға медбикесі болып қызмет атқарамын. Жұмыс барысында болған қызықты, болмаса қорқынышты қандай да бір естеліктеріңіз, оқиғаларыңыз болса, бөлісе отырсаңыз. Қазіргі Жұмажанов ауылында менде қызмет етіп жүрген кезімде бір қорқынышты да және қуанышты бір жағдай өтті басымнан. Біздің ауылға шет ауданнан келген қонақ келіншек түн ортасында толғағы басталып, сол үйге бардым. Содан ол баланы больницаға әкелудің уақытта уже тығыз болды да, сол баланы үйде босандырып алдым. Өзім бірінші рет босандырып, ер бала өзім әрі қорықтым, әрі қуандым. Кеудеңізде төсбелгіні көріп тұрмын. Сол төсбелгіңізбен таныстыра өтсеңіз. 2023 жылы 12 мамыр күні Мейірбике күніне орай Жезқазған қаласында өткен конференцияда Ұлытау облысының денсаулық сақтау басқармасының басшысы Ранова Ләззат Набиевна министрлік атынан денсаулық саласына қосқан үлесі үшін осы төсбелгімен марапатталдым. Тамаша. Құтты болсын төсбелгіңіз. Осы 40 жыл ішінде менде 1989 жылы Жезқазған қаласында өткен бүкіл аудан бойынша өткен сайыста лучший фельдшер бірінші орынды иеленіп, және осыған орай бірінші орын алуыма байланысты бірінші категорияменен құрмет тақтасына іліндім. Және де бұдан да басқа тәуелсіздік жылдарында алған марапаттарым бар. Осы пандемия кезінде қажырлы еңбек етіп, соның арқасында осы төсбелгіге ие болдым. Жақсы. Қазіргі таңда осы саланы таңдап отырған жас мамандарға қандай кеңес берер едіңіз? Мектеп бітірушілер түлектерге және жас буындарға айтарым, халыққа адал қызмет етіп, ақ халат адал жандардың атына кір келтірмей, әрқашанда адам арашасы болуына шын жүректен тілегімді білдіргім келеді. Тазагүл Сексенбай қызы уақыт тауып, бізге осы берген сыйлы сұхбатыңыз үшін сізге көптен көп алғыс білдіреміз. Сіздердің жанқиярлық еңбектеріңіздің қаншалықты маңызды әрі баға жетпес екенін айтпасақ та белгілі. Осы еңбек жолыңызда өзіңізге толағай табыс, еңбекте жеңіс, сізге мықты денсаулық тілейміз. Отбасыңызда береке бірлік болсын. Олай болса, құрметті көрермендер, бұл күн адам жанының арашасы болып жүрген ақ халатты абзал жандарға арнайы құрмет көрсетіліп, еңбектері ерекше еленетін күн. Дертімізге шипа сыйлап жүрген барлық медицина саласының қызметкерлерін кәсіби мерекелерімен шын жүректен құттықтаймыз. Батырсың дәрігер, рахмет саған ақ халат